Қасиетті дініміздің діңгегі Құранда жетімдерге көмектесу, оларды жылатпау, ақысын жемеу, балиғат жасына толғанша қарайласу жайлы аз айтылмайды. Осы қағиданы берік ұстанған қаламыздағы орталық мешіттің имамдары жамағаттан жиналған ақшаны ортақ іске жұмсады. Жұмыла көтерген жүк жеңіл дегендей көпшілік болып Ақниет жасөспірімдер үйінің тәрбиеленушілеріне қыстық киімдер мен өзге де керек жарақтарын алып берді. Бүгін мешітімізде Алла Тағаланың қалауыменен бірінші, екінші Қазақстан мұсылмандары діни басқармасының төрағасы бас муфти Серік Қажы Оразұлы Хазіреттің тапсырмасыменен біз мынау 5 бағыт бойынша басқару, бақылау, үгіт, насихат, оқу, ағарту, зекет, қайырымдылық қоры және бұқаралық ақпарат құралдары секілді 5 тапсырма бойынша соның бірі мынау қайырымдылық іс-шаралары зекет қоры бойынша біз Теміртау қаласының тұрғындары, осы жердің мешітіміздің тұрақты жамағаттардың көмегіменен біз бүгін қайырымдылық іс-шара ұйымдастырып жатырмыз. Біз осы Теміртау қаласындағы мынау жетімдер үйінен шыққан 16-21 жас аралығындағы мынау мемлекеттің жаңағы оларға берген жатақханаларында жататын айына бір 10 мың теңге стипендия алып колледждерде оқып жатқан балаларға, қыздарға біз бүгін қайырымдылық іс-шара ұйымдастырып жатырмыз. Атап айтсақ, 14 қыз бала мен 7 ұл баланы ішкі сыртқы киімдеріне дейін тұтастай жаңа киімдермен киіндірді. Бұл көмек жасөспірімдер үшін қысқы маусым алдындағы өте пайдалы шаралардың бірі болды. Шараны ұйымдастырушы қалалық орталық мешіттің бас имамы Жанболат Жұматұрұлының айтуынша, мешіт қызметкерлерінің жалақысы мен мешіттің қажеттіліктері үшін жұмсалатын халықтан жиналған қаражатты осындай игілікті іске бөлген. Жаңа қызметке тағайындалғалы көп уақыт өтпесе де, бас имамның көпшілікке бірге атқарып жатқан істері көңіл қуантады. Наши ребята сегодня получили очень много подарков. Бүгін біздің балалар байлыққа кенелді десе де болады. Оларды бастан аяқ толық киіндіріп шықты. Негізі біздің жасөспірімдер үйінде 23 бала бар. Олардың 21-і толық киінді. Бүгінгі шараға көптеген себептерге байланысты тек 11-і келді. Қалғанына мешіт ұжымы алып берген. Сыйлықтарды міндетті түрде табыстайтын боламыз. Мешіт ұжымына, оның ішінде жаңа тағайындалған бас имамға айтар алғысымыз шексіз. 17 жастағы Анастасия бүгінде Теміртау техникалық колледжінде есепші мамандығында оқиды. Настя 10 жасында тұл жетім қалған. Ол өздерін назардан тыс қалдырмай, көмек қолын созған жандарға дән риза. Хотелось бы поблагодарить за то, что вы нас сюда пригласили. Бүгін бізді осында шақырып, қаншама сыйлық сыйлаған жандарға алғысым шексіз. Әрине, ата-ана қамқорлығынсыз қалған біздерді бастан аяқ киіндіру екінің бірінің қолынан келе бермейтін дүние. Мен барлық жақсы адамдарға рахметімді айтамын. Шаңырақтарыңыздан күлкі кетпесін. Жерде жетім жыласа, көкте періште қайғырады дегендей, жоқ жітік пен жесім жесірге қарайласу ислам дініндегі қасиетті парыздардың бірі болып саналады. Алла Тағала адамзат баласын жаратқан кезде бір-біріне мұқтаж еткен. Әкесі баласына қамқор болса, ағайын туысына басшысы, еліне қарайласқан. Имам Мәжақтан жеткен хадисте Алла елшісі жетім мен жесірдің ас суы мен киім-кешек үшін істегендер Алла жолында жихад қылған, әрі түнін намазын оқып, күнін ораза ұстаумен өткізген адам сияқты дейді.